Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Қазақ технология және бизнес университетінің аға оқытушысы магистр Мұсаева Венера Сержановнамын. Бүгінгі өтетін дәрісіміздің тақырыбы туристік кәсіпорындардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Жоспар, мақсат пен миссияға шолу жасау. Екінші, туристік ұйымның қойылған мақсаттары. Үшінші, турагенттік қызметінің міндеттері. Төртінші, туризм саласының жақсы, әлсіз жақтары. Бесінші, оның ие болған мүмкіндіктері мен қауіптері. Мақсаттар. Бұл еңбек ұжымы қол жеткізуге тырысатын түпкілікті мемлекет немесе қалаған нәтиже. Миссия бұл ұйымның ауызша әлеуметтік маңызы бар мақсаты. Миссия клиенттің туристік қызмет көрсету саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру. Миссия тұтастай алғанда туристік ұйымның, оның бөлімшелерінің және функционалды ішкі жүйесінің мақсаттарын белгілеу үшін негіз болады. Олардың әрқайсысы ұйымның жалпы мақсатынан қисынды түрде туындайтын өз мақсаттарын қояды және жүзеге асырады. Мақсаттар бұл ұйымның миссиясын оларды жүзеге асыру үшін процесін басқаруға болатын нысанды анықтау. Ол үшін мынандай белгілері және қасиеттері тән. Белгілі бір уақыт аралығында нақты бағдар. Екінші, нақтылық және өлшемділік. Үшінші, жүйелік және басқа мақсаттар мен ресурстармен келісу. Төртінші, мақсаттылық және бақылау. Әдетте туристік ұйымдар бір мақсатты емес, олардың жұмыс істеуі мен дамуы үшін маңызды бірнеше мақсатты көздейді. Мұндай мақсаттар болуы мүмкін. Маркетингтік іс-шараларды жүзеге асыру есебінен фирманың қаржылық жағдайын тұрақтандыру. Келу және кету туризмі нарықтарында туристік өнім мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Ұйымның оларды ұстап қалу стратегиясын әзірлеу үшін туристік қызметтерді өткізу нарықтарын мұқият зерделеу. Қызметтің негізгі бағыттарын әзірлеу үшін клиенттердің ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерін зерттеу және болжау. Туристік қызмет көрсетудің барлық кезеңдерінде компания клиенттеріне кешенді әсер ету. Туристік ұйымның имиджін қолдау. Мақсаттар компанияның міндеттерін қоюдың негізі болып табылады. Туристік агенттік қызметінің міндеті белгілі бір мерзімде мақсатты жүзеге асыру барысында алуы керек нақты нәтиже. Міндеттерге мақсаттардан гөрі қатаң талаптар қойылады. Өлшемділік белгілі бір орындаушылардың қызығушылығын ояту негіз болатын тартымдылық, даралану, шектеулердің болуы. Обнинск саяхат бюросы туристік фирмаларының негізгі міндеттері. Обнинск шығу туризмі нарығында белгілі бір тауаршамен айналысу. Әр клиентке жеке көзқарас әзірлеу, фирманың ақпараттық және материалдық базасын жетілдіру, қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Жақсы жақтары. Туристік нарықты табысты жұмыс тәжірибесі бар туроператорлардың ресми өкілдігі 15 жылдан астам стратегиялық серіктестіктер мен қалыптасқан қатынастар жүйесі, сондай-ақ агенттіктер үшін жоғарғы комиссиялар және әзірленген бонустық жүйе. Меншік қабылдаушы компаниялар немесе барлық бағыттағы өкілдер, компанияның фирмалық кеңесінің тиімді жұмысы. Сапалы тур өнім ұсынылатын қызметтердің кең ассортименті. Лана тур жұмысы туралы аймақтық ғана емес, федералды деңгейде де тұтынушылардың жақсы пікірлері. Танымал бренд. Туристік бағыттардың кең спектрі, менеджерлердің кәсібилігі мен жауапкершілігі. Персоналды оқыту және дамыту мүмкіндігін беру, жарнамалық турларға қатысу. Көптеген елдерде қабылдаушы тараптар туристік бағыттар кеңесінің тиімді орналасуы, икемді баға саясаты, жинақтаушы дисконттық карталар жүйесі, клиенттерді қызығушылықтары бойынша сегменттеу мүмкіндігі,
өкілдік өз агенттерінің жарнамалық каталогтарымен, тарифтік буклеттермен, бейнероликтермен және тағы басқа қамтамасыз етеді. Өз жарнамасын бұқаралық газеттерде жариялау кезінде осы серіктес агенттерге сілтеме жасайды. Әлсіз жақтары: негізгі бәсекелестікке қатысты жоғарғы бағалар, бизнестің табыстылығының жыл мезгілдеріне тәуелділігі, ішкі туризм бағытының дамымауы, онлайн брондау жұмысындағы сатудың негізгі құралы болып табылатын сайт серверінің жұмысындағы ақаулар, сайттағы жиі маңызды емес ақпарат, туроператорлардың ресми сайтында өз бетінің болмауы, компания өміріндегі аймақтағы маңызды оқиғалар туралы ақпаратты орналастыру мүмкіндігінің болмауы, өңірлерден ұшулардың жеткіліксіздігі, орналасқан жеріне байланысты жоғары жалдау, бәсекелес фирмалар санының тұрақты өсуі, тұрақты маркетингтік зерттеулер жүргізудің маңыздылығын жете бағаламау, өңірлік өкілдікке ұйым штатында фирманың коммуникациялық саясаты бойынша мамандар болмауы, өнімдерді жылжыту, имиджі қалыптастыру, беделді нығайту салаларында жаңа технологиялар пайдалануды елемеу, озық ақпараттық технологияларды толық пайдаланбау. Мүмкіндіктер: шығу туризмнің 4-5%-ке тұрақты өсуі, қаржылық дағдарысқа байланысты бәсекелес компаниялардың нарықтан кетуі және жойылуы, өңірлік әуежайларды дамыту, жаңа бағдарлардың пайда болуы, интернет технологияларды дамыту, туроператорлардың турларын тікелей брондауға қабілетті мобильді клиенттердің санын арттыру, Еуропаға, ақш-қа және басқа да жағымсыз бағыттарға сұраныстың артуы, құны $2,5 мың доллардан асатын қымбат турларға сұраныстың артуы, тұтынушылардың тәуелсіз топтарының шаңғышылар мен экскурсияны ұнататындардың тұтынушылық ортадағы санын көбейту, халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруына байланысты өңірлік өкілдіктер арқылы топтық турларды сату үлесін ұлғайту, сату технологиясын жетілдіру, семинарларда кадрларды оқыту, серіктес агенттіктерге көмек көрсету, маусымның басына жаңа өнімдер ұсыну, жаңа нарық. Қауіптер: туристік қызметтерге сұраныстың төмендеуі, туристік өнімдердің сату тереңдігінің төмендеуі, шетел доллары мен еуроның өсуі, авиатасымалдар санын азайту, ұсынылған чартерлік бағдарламалардың сұраныс шамасынан асып кетуі, заңнамалық вакуум, туризмдегі жаңартуларға бағытталған үкіметтік іс-қимылдардың болмауы, туроператорлар арасындағы ақпараттық соғысты күшейту, тұтынушылар тағамының өзгеруіне байланысты көрсетілген қызметтерді өткізу көлемінің төмендеуі, халықаралық туристік корпорациялардың позициясын күшейту, бәсекелестікті күшейту саласындағы салықтардың өсуі, дағдарыстар, негізгі бағыттар бойынша елдердегі саяси қақтығыстар, табиғи апаттар, экономикадағы құлдырау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.